Қайырлы күн достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен осындай өте оңай, тез дайындалатын мохитоның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керегі лайм, лимон, жалбыз және де кез келген варенье керек болады. Мен бұл жерде құлпынайдың клубниканың вареньесін қолдандым. Жарты лайм мен жарты лимонымыздың шырынын осылай сығамыз, жартысын осылай дөңгелектеп турап ішіне саламыз. Және де вареньемізді саламыз. Барлық ингредиенттерімізді осы видеода тұрған бірге саламыз. Және де жалбызымызды да осылай ұсақтап саламыз. Неке ары қарай өзіңіз қалауыңыз бойынша мұз қосуыңызға болады. Бірақ мен мұз қосқан жоқпын. Және де холодильникте тұрған салқын спрайтты құямыз үстінен. Неке енді жақсылап тұрып араластырамыз. Түбінде вареньеміз бар, жаңағы лайм мен лимонның шырыны бар, барлығын араластырамыз. Неке біздің тез дайын болатын мохитомыз дайын болды. Дәмі өте керемет, шөлді өте жақсы қандырады. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.